Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де 2001 жылғымын. Және мен сұлулық саласында, яғни кірпік саласында жүргеніме 6 жыл болды, және мен сіздерге өзімнің тәжірибем туралы үйрететін боламын. Бұл менің YouTube каналым. YouTube каналыма тіркелсеңіздер өкінбейсіздер, себебі мен бұл жерде сұлулық әлемі жайлы айтатын боламын және үйрететін боламын. Өте құнды ақпараттарды жіберіп алғыларыңыз келмесе, маған тіркеліңіздер және білгілеріңіз келген ақпаратты маған комментарий жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. С изгибін жасатып, бірақ стрелка жасатқысы келетін қыздардың проблемасы, оның решениясы осы. С плюс L изгибін жасатсаңыздар болады. Мұнда қызда сіздер көріп тұрғандай, қабағы өте ашыңқы, азиатский внешностьпен қыз. Бұл қызға мен 9-дан 12-ге дейін жасаған болатымын. Яғни 9-дан 11-ға дейін және 11L мен 12L-ді қостым. Толщинасы 0,1, объемы 3-4. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мендегі длиналар ол 9, 10, 11С. Және де мен постоянно осылай Нагаракудың микс палеткасын аламын. Менде бұл новый палетка, және қолданған палеткам. Және бұндай жерде бұның алғанның бір плюсы ол 7-ден бастап бізге L изгибтің длинасын береді. Және де мен бұл жерде 11С қойғам, 11С-дан кейін 11L қойғам және 12L қойғамын. Және қазір мен келесі видеода мен сізге көрсетемін, яғни осы сабақта көрсетемін, қалай переход жасауға болатын, қалай изгибтарды реттеуге болатын. Сіздерге қазір переходты көрсететін болам, яғни 11С мен 11L изгибті қалай қосуға болады. Ол, мына жерде адамның көзі, және адамның көзінің қарашығы біз 4 бөлікке бөлеміз, даже 5 бөлікке бөлеміз. Және мұнда 9С қойылады, мұнда 10С қойылады. Барынша 9-сы, 10-сы, 11-сы көпте болып, L изгибті жанына қарай созатын болсақ, сонда нағыз стрелка болып шығады. 11С. Мұнда уже 11L қоямыз. И 12L изгиб қоямыз. Және де біз, когда переход жасаймыз, 11С мен 11L-ға, яғни ресничная линия деген болады, адамның кірпіктері былай 4-ке бөлінеді, біреулерде 5-ке бөлінеді, біреулерде 6-ға бөлінеді. Мысалы, мен 4-ке бөлдім, яғни алдыңғы қатарға, мысалы, 11С-ны қойып келеміз, ортаңғы қатарға 11С қойылады, и уже кірпіктің астына қарай 11L изгиб қойылады. Сонда осылай переход жасалынып өтеді. Мұнда сіздер көріп тұрғандарыңыздай, мен кірпіктің үстіне қойғам. Яғни, видеоны до конца көретін болсаңыздар, сіздер переходты да қалай қойып атқанымды көретін боласыздар. Және де мен кірпікті байқасаңыздар, кірпіктің үстінен қойғам, себебі адамның кірпігі біздің қойған кірпікті көтеріп тұру керек. Потому что адамның кірпігі ол шын кірпік, ал біздің қойып атқан кірпігіміз ол өтірік кірпік. И және өздеріңіз көріп тұрғандай, біз оттүппен жасауымыз керек. Бүгінгі сабағым, бүгінгі ақпаратым сіздерге қызықты болатын болса, маған подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және колокольчикті комментарияға не білгілеріңіз келеді жазсаңыздар болады. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.